1, 2, 3. Ура! Мынау міне керуен сарайына кіретін жері. Әжемнің шығыс тағамдары. Жалпы негізі керуен сарайына келетін болсаңдар, негізінде тамаққа тойып келген жерің дұрыс бір жерден. Өйткені мұнда адам көп, үлгере алмай жатады, заказдарыңды ұзақ күтесіңдер. Сол себептен сондай. Біз кеше шықтық, осы жерде тамақ ішеміз деп бәрін аралап шықтық. Bir жерге әйтеуір отырдық па, отырбадық па. Жарты сағатта әрең әкелді тамағымызды. Сол себептен өздерің тойып келген жерің дұрыс негізінде. Кәмі сырт жағы, ішін дұрыстап көрсетеміз бұйыртса. Толған жастар. Керемет. Өте жоғары сапада жасалған барлығы. Қайырлы күн достар, менің есімім Нұрай, жасым 18-де. Мен қазір Түркістан қаласында Светлогорда гид болып жұмыс істеймін. Түркістан қаласы өте үлкен ауқымды түрде көркейіп жатыр, сондықтан барлықтарыңызға келуді ұсынамын. Рахмет. Ой, рахмет, от души, от души. Қандай тастардың ішіне не жасап қойған? Колонкаларды көрсетпей. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, Түркістан облысы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысымен облыс аумағында карантин және шектеу шаралары ұзартылды. Қоғамдық орындарда маска тағып, арақашықтық сақтауды өтініп сұраймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Менің атым Тоқсанбай Мәди, мен Шымкенттен келіп отырмын. Түркістан қазіргі кезде көркейіп, өсіп, өніп, бұрынғы ата-бабаларымыздың қалдырып кеткен бізге өсиеттері, және де салып кеткен кесенелер бізге ұнап жатыр. Және де қазіргі елімізде осы 21 жылдан бастап өзіміздің өкімет оны көркейтіп, дамытып, ары қарай жақсы жақтан көрсеткеніне шүкіршілік қыламыз. Туф, бәрекелді, депутат емессің ғой осы? Почти де қой. Күш сөйлеп тұрсың, ал достарыңнан кім бар? Кім сөйлейді? Ал сәлем жолдауың болады. Сәлем жолдаймын бүкіл қазақстандықтарға. Біз Шымкент қаласы Құрсай ауданынан, Құрсай елді мекенінен келдік. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келіп, көріп кетсеңіздер болады. Ой, рахмет. Бәрекелді. Шап, берді. Жақындат, қат жақындат. Бірақ, портрет ала ма? Амай ғой портрет. Жақындат алмайды портрет. Мен Ахмет Аржан. Мен Түркістанға Алматыдағы келдім. Түркістан керемет жер. Караван сарайға келіңіздер, Түркістанға келіңіздер, Түркістанды көріңіздер. Ой, рахмет. Сәлем жолдайсыз ба біреуге? Ұялмаңыз. Мен өзімнің туысқандарыма сәлем жолдаймын. Мені жібер, қатыңыз бар. Атмосфера вообще мощная. Суреттерді ұйықтатып жатыр адамдар. Жүр. Мына жан-жақтарының бәріне андай бутиктер салып қойған, бірақ олар ашылмаған. Кеше кешкісін келгенде бір-екеуінде ремонттар жүріп жатыр, соған қарағанда дайындық болып жатқан сияқты.
Ана алдымызда ар жақта кішігірім жаңа қайыққа отыратын порт бар, қайыққа отыратын. Саламатсыздар ма? Бүгін мынау Түркістан қаласына осы Рамазан айында балалармен мешітке келіп өзіміздің үлкен жаңа осы ненің ашылғанын көріп жатырмыз. Қуанышымыз шексіз, өте керемет, жақсы көңіл күй сыйлап жатыр. Өте жақсы, Қызылордадан келдік. Өте әсерлі, әдемі. Бірінші рет келіп тұрсыз ба? Бұрын келіп пе едіңіз? Жоқ, бірінші рет келіп, бұрын Түркістанға келіп жүргенбіз, осы Венеция ашылғалы бірінші рет келіп жатырмыз. Өзгеріс қалай екен, үлкен бе екен? Жақсы, өте әсерлі, тамаша, керемет. Есіміңізді айтсаңыз, сосын сәлем жолдауыңызға болады. Есім Меруерт, Қызылорда қаласынан. Бәріне сәлем жолдаймын. Рахмет сізге. Жақсы демалыңыз. Бүкіл Қызылордаға сәлем. Осындай кішкентай пляждар да бар. Күн ыстық болғанда суға түсулеріңе болады. Всем привет, ребят, меня зовут Атабек, я приехал с города Алматы. Я первый раз в этом городе, мне очень все нравится, здесь довольно-таки круто все построили. Всех приглашаю сюда, все, приходите, здесь очень круто. И всем пацанам с Акжара, салам алейкум. Барлықтарына сәлем, менің есімім Зубайра, мен осы Түркістан қаласының тұрғынымын. Осы жерде келсеңіздер, бұл жерде керуен сарай бар. Керуен сарай, яғни Венеция деп айтылады. Бұл жерде көптеген шоулар бар. Мына жерде ұшатын театр, алтын самұрық бар. Алдымызда сиқырлы керуен деген бар, ол отбасылық центр, яғни ол жерде кішігірім фанки таун деп айтсақ болады. Және тағы да басқа ана жерде шоу фонтанов болады, күнде сағат 8-де. Тағы да аттар шоу болады, ол кәдімгідей французский режиссердің қолдауымен жасалған. Келіңіздер Түркістанға, көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Рахмет. Сәлем жолдауыңызға болады. Ата-анаңызға, достарыңызға. Мен өзімнің отбасыма, ауылдағы туған туысқандарыма, Алматыдағы туысқандарыма барлығына сәлем жолдаймын. Рахмет. Каналымызға тіркеліңіздер. Сәлем. Ассалаумалейкум. Мен Қызылордадан келіп отырмын Түркістанға. Жақсы, бәрі керемет. Жақсы демалып отыр. Не деймін осы?
Есіміңіз кім? Мен Қайрат. Қайрат есіміңіз. Ұнап жатыр ма? Ұнап отыр. Шоуға кірдіңіз бе уже? Иә, бәрі жақсы. Керемет екен. Шоулар қаяқта болады, соны таппай жатырмыз. Мына шоулар мына жақта болады. Ана жерде қыздар жүреді. Гид қыздар қолдарында мынандай брошюралар бар. Солар сізге көрсетіп, андай скидочный купон береді даже. 3D музей, не Иә, екі шоу бар. Біреуі 3D, 3D болғанда 8D. Екінші шоу андай аттың үстінде жүріп, қазақша көрсетеді. Екеуі де күшті. Екеуіне де мынаның бойымен жүре бересіз. қайта тез қарай жүріп па? Иә, ана кіре берсе үлкен андай ұя сияқты бірдеңе бар ғой, бүйткен айналасы, соның ішінде болады біреуі. Ол кешкі жақын болмай ма? Жоқ, 12-ден бастап болады. Біз жаңа содан кіріп шығып келе жатырмыз. Кеше ана аттың шоуына кірдік. Оны көретін театр қойдың, аяқтан таппады қой. В общем, күшті, обязательно кіріңдер. Достарыңа біреуге жолдау, сәлем жолдап деген сияқты. Достарым бәрі осы жақта бірге. Осы жақта ма? Мен таппай жатсам мен осы арадамын. Жақсы, рахмет сіздер үлкен. Жақсы демалыңыздар. Рахмет. Бірдеңе дейсің бе? Буря эмоций ма только? Мынаны өз көздеріңізбен келіп көру керек міндетті түрде. Ол былай камерамен қанша жақсы качествомен түсірсең де өз көзіңмен көргендей болмайды. Сондықтан міндетті түрде келіңдер, мына Қазақстанның туризмінің дамуына әрқайсың үлес қосыңыздар. Сіздермен бірге мощный сочный канал. Жазылып, лүпілдерді басып отырыңыздар, Пока де. Келесі кездескенше де. Шымкентте кездескенше де. Иә.